Малайзия қарқынды дамып келе жатқан ел. Мұнда логистика мен жеткізу саласы маңызды рөл атқарады. Бірақ жүргізушілердің еңбегі қалай бағаланады? Неге Малайзияда шетелдік жүргізушілер өте аз? Осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Жалақы. Жүргізушілердің орташа жалақысы 240 мың мен 290 мың теңге. Бірақ кәсіби такси жүргізушілері, Grab жүргізушілері немесе жүк тасымалдау қызметіндегі мамандар одан жоғары табыс таба алады. Кейбір жүргізушілер бонустар немесе комиссиялар алады. Мысалы, курьерлік қызметте жеткізу санына қарай қосымша табыс қарастырылған. Жұмыс сағаттары. Жүргізушілердің күні ұзақ және физикалық талаптары жоғары болуы мүмкін. Қалалық кептелістер, түнгі ауысымдар және қауіпті жолдар бәрі жұмыс жағдайына әсер етеді. Енді мына сұраққа жауап көрейік. Неге шетелдік жүргізушілер жоқ? Малайзия үкіметі кейбір мамандықтарды тек жергілікті азаматтарға ғана қолжетімді етеді. Бұл елдегі жұмыссыздықты төмендету мақсатында жасалған. Иммиграция ережелері. Шетелдік жұмысшыларға қойылатын визалық талаптар қиын. Жүргізушілік жұмысқа арнайы лицензиялар мен жергілікті тіркеулер керек. Үкімет шетелдік жүргізушілерді бақылай алмаймыз деп қауіптенеді. Себебі жол көлік оқиғаларының санын азайту басты мақсат. Және әрине тілдік кедергілер. Малайзияда жұмыс істеу үшін жергілікті тілдерді, малай тілі немесе қытайша білу маңызды. Әсіресе клиенттермен немесе полициямен қарым-қатынас кезінде. Енді технологияның әсері. Grab пен Foodpanda сияқты платформалар жүргізушілерге табыс табудың жаңа мүмкіндіктерін ашты. Бірақ бұл салаларда да жергілікті жүргізушілерге басымдық беріледі. Жасанды интеллект пен автономды көліктердің пайда болуы болашақта жүргізушілік мамандыққа әсер етеді. Бұл технологиялар жұмыс орнын қысқартуы мүмкін. Енді қызықты факт. Экспаттар арасында жүргізуші жұмысы сирек құбылыс. Көптеген шетелдіктер Малайзияда кәсіпкерлікпен немесе білім беру, IT сияқты салаларда жұмыс істегенді жөн көреді. Ал жүргізуші болу жергілікті тұрғындар арасында кең таралған кәсіп. Енді қорытындыласақ, Малайзиядағы жүргізушілердің табысы тұрақты болғанымен, бұл салада шетелдік жұмысшыларға орын табу қиын. Үкімет жергілікті мамандарға жұмыс беруді қолдап, шетелдіктердің кіруін шектейді. Бірақ технология мен платформалар арқылы болашақта бұл сала үлкен өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Енді сіздерге сұрақ. Сіз жүргізуші болуды ойлап көрдіңіз бе? Жаңа технологиялар мен автономды көліктердің пайда болуы болашақта жүргізушілік мамандыққа қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Пікірлеріңізді қалдырыңыз.